31 мамыр Қазақстанда саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні болып, 1997 жылдан бері Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығына сәйкес жыл сайын бүкіл Қазақстан жерінде аталып өтіледі. Осыған орай 1998 жылдан бастап аудандық кітапханада іс-шаралар өткізіліп отырады. Алғаш рет мәдениет үйімен бірлесе отырып, жүректе қалған жара бар атты саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу кеші өткізілді. Шараға қасіретті күндерді басынан өткізген Фризиндер мен Жумендер отбасы және сол кездегі аудан әкімі Имантаев Ермек Жетпісбайұлы, орынбасары Алдырзин Мұхамбетқали Сәкибайұлы және Нұр мешітінің имамы қатысып, саяси қуғын-сүргін құрбандарына құран бағыштады. 2003 жылы ұйымдастырылған шараға Әубәкіров Елеусіз Әубәкірұлы, Узганов Қайырлы ағай, аудандық қазақ тілі қоғамының төрайымы Мариям Төреғалиқызы, оқушылар, оқырмандар қатысты. 2011 жылы аудандық тарихи өлкетану музейімен бірлесе отырып, Зобалаң жылдарының құрбандары атты тарихи танымдық кеш өткізілді. Жазықсыз жазаланғандар жадымызда айдарымен кітап көрмесі дайындалды. Кеште Қуандық Жездібаевтың ұрпақтары Шолпан Жайлыханқызы, Нұрлан Қожаев және Әсмәлі Қаржауовтың шөбересі Мұхамбетжан ағай қатысты. 2012 жылы мамырдың 31-інде аудандық кітапханада саяси қуғын-сүргіннің 75 жылдығына және ашаршылықтың 80 жылдығына арналған ұлттың ұлы қасіреті атты еске алу кеші өткізілді. Шараға оқушылар, мектеп студенттері, қоғамдық мекеме өкілдері, тарих пәнінің мұғалімдері қатысты. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алып, 1 минут үнсіз жарияланды. Алғашқы сөз кезегі аудандық мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің бастығы Қайрат Нағашбайұлына және Нұр Отан Халықтық демократиялық партиясы Хромтау аудандық филиалының орынбасары Асқар Құмарұлына берілді. Жиналған қауымға тарихи оқиғалар, деректер туралы аудандық тарихи өлкетану музейінің ғылыми қызметкері Бибзада Жанұзаққызы мен директоры Нұргүл Жолмұратқызы және нөмірі 6 Хромтау гимназиясының тарих пәнінің мұғалімі Майра Шамилқызы, Дөң орта мектебінің мұғалімі Темірқан Нұрмұхамбетұлы ашылмаған деректер туралы ойларын толықтыра түсті. Ер азаматтарымыздың, апаларымыздың жазықсыз жауынан жер аударылып, атылып, өмірлердің ең бір сұлу шақтарын қабатта өткізген. Сөз кезегі бүгінгі шарамыздың қонағы Балқаш Садақбайға. Не қиыншылықтың бәрінде көрдік, аштықты да, жалаңаштықты да. Сосын мына орыстың моласы бар ғой мына жерде. Соның ар жағында кісілерді көмді, қазақтарды. Үйімізге келіп, сіләбе көріп келіп, қонды талайы. Кемпіршалдар. Баласы, біреуінің інісі, біреуінің айту бірдеңесі өліп, үйімізге Құдай үшін деп жаңағы аралап жүріп айтты. Сосын енді құрсын өзіміздің қазағымыз ғой. Тамақ жоқ болса да, әйтеуір өздері тамақтарын әкеліп ішіп, үйімізге талай түнеп жатты. Мына орыстың моласының ар жағының бәрі кілең қазақ, заключениелер мазы. Заключение мына шетте болып, төрт ақыран төрт бұрышында тұрады, жаңағы. Үстінің бәрі үй салып тастады қазір, да? Қазір үй салып тастады, ол уақытта ашық, тек айнала зонет тақтайдан кілең қоршап тастаған. Қазір шүкір, жұмыс істедік, жұмыстан қалғанымыз жоқ үкіметтің. Пенсионерміз қазір. 83-ке кеттік, 82-ні бітіп. 30 жыл болды. Ішетін тамақ жоқ, аштан қырылды елімізде. Аштан қырылып жаңа жеңгелеріміз тышқан жеп отқан үйге бардым өзім. Сонда босағадан былай қарап тұрам. Анау бөтекесін берші әже деп жаңағы бөтекесін сұрап жатады. Қазанға асып жейді жаңа тышқанды. Соны да көрдік. Сонда сіңіліммен екеуміз жаңа босағаға сүйеніп тұрамыз, аналар жеп жатқанда. Соны жаңағы шешеміз айтады, айналайын, сендер бұл тышқанды жеп әлі үйренген жоқсыңдар.
сендерге беруге мен қорқып отырмын, жеркеліп қалады деп сөйлейді. Сол шешеміздер өлді. Жеңгелеріміз аштан өлді, қызымен екеуі, ашаршылықта. Менің әкем өлгенде елде адам болмады. 3 қатын көмді әкемді апарып. Арбаға салды апарып. Елде еркек қалған жоқ. Бәрі соғысқа кетті. Оның бер жағында енді мына жерде менің тұқымдарым Бекбастан халық жауы деп ұстап кетті аталарымызды. Екі ағамыз соғыста жоқ болып кетті. Сосын мына арада жаңа мына бір ел жақта мына жақта зоны болды. Оспан деген атам жаңағы 10 жылға халық жауы деп тұқымды артық шашып қойдым деп жаңағы атамды 10 жылға соттап жіберді, жер аударып. Сол атамыз бірақ 10 жылды бітіріп келіп, елге келіп өлді. Соның екі әкесін жаңағы халық жауы деп ұстап кетті. Олар елге оралған жоқ. Екі ағамыз соғыста жоқ болып кетті. Олар оралған жоқ. Өзіміз өстік осылай жүрдік. Әйтеуір қазір шүкір Құдайға біздің көргенімізді Алла тағала мына баланың баласына бермесін. Біздің көргенімізді. Біз не көрмедік? Көрмеген қорлығымыз жоқ, киім жоқ, тамақ жоқ. Сонда жаңа бұламық ішеміз, бұламықта жетіп болған күні болады, болмаған күні жоқ. Сонда отырамыз сөйтіп. Теріні үйтіп, сойған малдың терісін үйтіп, соны ағашқа орап, соны үйтіп тазартып, қазанға қайнатып жедік. Сол күндер өтті біздің басымыздан. Жасыратын ештеңе жоқ. О заманды Құдай мына баламның баласына мына отырған жастарға бермесін Алла тағала. Өзіңгі ұшырамаңдар шырақтарым. Енді сендердің талабың алда ғой. Біз енді мен жасым қазір осы күзде 80-ге келем, 32-ші жылғымын. Тумаларымыздың бәрі солай кетті. Ешкім қалған жоқ. Соғыста өлді, соғыс келмегені ауылда өлді. Сол мына жерде де зоны болды, ана ненің қасында. Приезд жақта мына Данскеге қарай кететін приезд бар ғой. Сол жерде де зоны болды. Мен 54-те келдім осы жерге, Берсейіп көшесіне. Сонда маған айтады, еститін едім, мына арада өлген адамдарды көміп жатыр деп. Көне паркі болды, көне паркіде жаңа менің күйеуімнің ағасы істеді, шағылып қайнағамыз. Сонда айтатын еді, осы жерде өлген адамдардың бәрін көміп жатыр деп жаңағы, мола бар деп. Соның үстінен үй салды ғой енді. Жаңа жерде де зоны болды, приездің тұсында да зоны болды. Менің жаңа атам сол зонада болды. Тоқтап келді, сол жерде болды. Ал енді не айтайын, өмір баяным сол, енді басқа ештеңем жоқ, айту шүкірмін ғой, қазір енді жасым 80-ге келіп отыр. Құдай бұл ненің қорлықты Алла тағала мына балдарға бермесін, жастарға бермесін. Біздің көргенімізді. Біздің көргеніміздің ұшы құйрығы жоқ. Бәрі өлді, қырылды, аштан өлді, тышқан жеді, қан жеді, әйтеуір көрмегені жоқ. Біздер жаңағы ал өліп баратқасын жуа теріп жейтін едік. Біздің елде мына Амангелді деген жерде болдым мен. Қарағарғаның жұмыртқасын сол қарғаның жұмыртқасын теріп жейміз, жалаң аяқ, жалаң бас. Жуа теріп жейміз, жаңағы жуан үйге келіп, ағыратқа қайнатып, ашуын кетіріп, соны жейтін едік. Өзегімізді өртеп баратыр, ашуын қалай жейміз, қашанғы жейміз. Бұндай даража жоқ ол уақытта. Қазір мынанда қап жуындыға салып жібереміз ғой, мынау ескіріп кетті деп. Ол түсімізге де кірген жоқ, өңіміз түгел. Сондай замандар өтті шырағым. Ал енді басқа не айтайын, енді сол өмір баяным, менің сол уақыттағы көрген ешқандай Я только сама удивляюсь, почему я столько живу. Ведь такие трудные годы, ужасные годы. Траву ели, всякую траву ели, варили. Благо, что в Гурьеве много соли. Там по соли ходили вот так. И мы эту траву нарвем, нарежем, посолим, сварим и едим. Вечером ложимся живыми. Утром тут покойник, там покойник. Дверь открывает, заезжает каталка. Грузим и туда, нога туда. Ой-ой-ой. Кидаем, как камней. Покойников. Много было. Работа трудная, не доедали. Все было, все прошло. Слава великому Богу. А для чего я оставила? Наверное, для свидетельства. Если бы мы все подохли, никто бы вам не рассказал. Что характерно, вот тут баланды наедимся, зелень чуть-чуть, еще песни поем. И хапать, и барили. Молодость, девочки, молодость никем не заменима, и ничем не заменима. Это очень дорогое время.
И кто его неправильно проживет, ошибся, значит. Но мы правильно жили, потому что война есть война. Не дай бог. Я город перенесла в 33-м. Ужасный голод был. Ничего не было. Траву и ту же скудно было найти. Вот. Но когда война была, хуже. Мир! Сохраняйте мир! Мир дороже всего. Любой страна. А мир можно найти с любым человеком. Жамал болғанмен іші суындай саралы біздің аудандық орталық кітапханада бәріміз бас қосып отырмыз. Бұрын келгенімізде деген отыр бірнеше рет қош келдіңіз деп бәрімізді. Енді жыл сайын осы кітапханаменен біздің аудандық мұражай екеуі қосылысып, осындай күндерді атап өтеді. Афган соғысының ардагерлерінің күнін атап өтеді. Және жас оқитын қауымға да осындай кездесулер ұйымдастырады. Өте бір жақсы жұмыс. Соның ішінде бұлардың мен әр уақытта таңғалатыным, әрбір жұмысқа арналған шараларын сол жұмысқа тәжірибе түрінде жетіп тұратын болады ғой. Бұл мына қараңыздаршы, темір қылқан торды көргенде 37 жылғы жаңағы менің лагерьдің несі дүниеге келеді. Бірақ артына олардың қаны төгілгенмен атылып, арты гүлденіп тұр деп, мінекей біздің 300-ге арнап 3 гүлді қызарып қойған дүниеде жайдасында. Саяси қуғын-сүргін құрбандары мәңгеске атты кең көлемді кітап көрмесі ұйымдастырылып, кітап көрмесінде ұсынылған кітаптар Қазақстан тарихындағы қасіретті нәубет жылдар, ашаршылық, қуғын-сүргін, халық депортациясы туралы 2 тілде библиографиялық шолу жасалынды. Аудандық кітапхана директоры Дайра Алматқызы қонақтарға алғысын білдіріп, аудандық тарихи өлкетану музейімен бірлесіп дайындаған сыйлықтарды сатып кетті. Сырға толы тарихымыздың қойнауына тереңірек үңіліп, осы қанқұйлы жылдардың оқиғасы, оның жазықсыз құрбаны болған азаматтардың есімдерін ұмытпау, оларды мәңгі есте сақтау біздің басты мақсатымыз.